Ассалаумағалейкум. Бүгін бізге бір клиентіміз хабарласты. Мына унитаздың орнын ауыстыру керек деп. Бір сантехниктер істеп кеткен, под ключ алып. Бардағын шығарып кеткен ғой, шын айтқанда мына жерден. Қолдарынан келмесе под ключ алмаңызшы, электрик, сантехник бәрі мойындарына алып аласыңдар, капельчик полный. Өйстіп бар ғой, бір жерін айырып кетесіңдер. Мына істеп кеткендеріңіз. Мына жерден су келіп тұр, мынаны ашсаң, мынаған су келетіне смесительге біріншіден мына центральный емес, мына трубаны шығарып қалған қара жалғыз өзін. И сосын мына жерге ванна қондыру керек дейді. Мына жерге ванна сыймайды, мына жерге ванна кесу керек болады мынаған. Қосын мынаны дейтін әлде де түсірмедіңдер ма төменге қарай? Смеситель қондыратын сонықсын. Ол бір. Мына жерге ванна қондыруға никак мына кеспесе, маған келмейді ванна кеспесе. Не ойлап істедіңдер осы қондырып жатқан кезде? Екінші, унитазды қондырған кезде астынан әкелген екенсіздер канализациясын, қара трубасын бері қарай қисайтып алып келгенсіңдер. Трубаны. 3 сантиметр шығып кеткен полдан. 10 сантиметрге көтеріп жібергенсіңдер. Сосын мынаны қондырғанда не ойладыңдар сосын? Мына отырғанда қара, мына адам бас дейді ғой мына. Мына арасы дейтін 15 сантиметрдегі ашық екеуінің арасы. Қалай жасап кеткенсіңдер? Істеп кеткендерін қара міне. Сол үшін клиенттер сантехника мен электрикті отдельно жалдағандарын дұрыс үй ремонттатқан кезде айта береді. Под ключ жасаймыз деп. Көпке топырақ шашпаймыз, жасайтындар да бар. Бірақ көбісі өсіп под ключ алады да былықтырып кетеді, қалай осы солай. Ақшасын алғанша асығып. Енді мына переделкеге мына унитазды енді клиент мына қапталға қондырғысы келіп тұр. Бірақ енді ол үшін біз енді мына сыртынан труба жіберіп унитазды бері қарай әкелуіміз керек. Мына шетке қарай, былай қарай. Ал сосын мына ваннаны кесу керек болады обязательно. Сыймайды мына жерге ванна. В общем, бардак болып жатыр мына жерде. Қалай солай жасап кеткен.